Подкастымызға қош келдіңіздер. Алдындағы бөлімдерде біз сезімталдық, адалдық, кешірімділік, кішіпейілділік және төзімділік сияқты маңызды моральдық тақырыптарды сіздермен бірге біз талқылап өттік. Бүгін біз алғыс туралы айтатын боламыз, достар. Қалай ризашылық ішкі әл уақыттың қайнар көзі бола алады және ол біздің бақытымыз үшін неге соншалықты маңызды? Оны анықтап көрейік бірге. Алғыс бұл өміріміздегі барлық жақсылықтарды бағалау. Бұл бізге 10 аспекттерге назар аударуға және бізде бар нәрсені бағалауға көмектеседі. Ризашылық бақыт пен қанағат сезімін тудырады. Қарым-қатынасымызды нығайтады және жалпы өмір сүру сапасын жақсартады. Әдеттегідей мысалдар келтіретін болсақ, жеке қарым-қатынастарда мысал. Жеке қарым-қатынаста алғыс білдіру қарым-қатынасты нығайтады екен. Өзара түсінікке ықпал етеді. Мысалы, серіктестердің қолдауы мен назарына алғыс айту сүйіспеншілік пен құрметті нығайтуға көмектеседі. Шынайы өмір оқиғасы. Бұл бір-біріне белгілі бір нәрсе үшін алғыс білдіруге апта сайын уақыт бөлетін ерлі-зайыптылардың елестетіп көріңізші. Бұл үйдегі көмек, қиын уақытта қолдау немесе жай ғана жақсы қимыл болуы мүмкін. Бұл рәсім олардың қарым-қатынасының құндылығын еске түсіріп қана қоймайды. Сонымен қатар олардың эмоционалдық байланысын нығайтады. Қарапайым нәрселер, достар. Үйге келдіңіз ба? Әйеліңіз сізге тамақ әзірлеп берді. Алғыс білдіріңіз. Балаларыңыз үшін алғыс. Былай айналамызда былай қарап отырсақ, бір-бірімізге алғыс айтатын нәрселер өте көп. Бүгін менімен бірге шыққаныңа рахмет. Осылай істегенге рахмет. Мынаны істегенге рахмет. Бір-біріңізге алғыс айтқан сайын, сіздер бір-біріңізге жақынырек, бір-біріңізге сенетін боласыздар. Бір-біріңізге бағалы екенін түсінетін боласыздар. Келесі бұл жұмыс және бизнес орталығында. Жұмыста алғыс айту жағымды атмосфераны қалыптастырып, қызметкерлерді ынталандырады. Жетістіктер мен жетістіктенді сондай табыстарды тану, қанағаттану мен өнімділікті арттырады. Шынайы өмір оқиғасы мысалы. Бір компанияда менеджер апта сайынғы кездесулерді енгізуді ұйғарды. Онда қызметкерлер жетістіктермен бөлісті және бір-біріне көмектер үшін алғыс айтты. Бұл командалық рухты жақсартып қана қоймай, қызметкерлердің мотивациясын арттырды. Әркім өз жұмысына оң әсерін тигізетін, бағаланғанын және мойындалғанын сезінді. Қарапайым нәрсе ғой, сол емес пе? Кездесулерде болмаса, жұмыстағы сіздің әріптесіңізге сіз бастық болсаңыз, сен бүгін істеген ісіңе рахмет деп өзің қол астыңыздағы жұмысшыңызға бір ауыз сөз айтсаңыз, андасында, күнде емес андасында дүрсем сөйлеп қоймау үшін. Сондықтан алғыс айту бұл қарапайым сөз. Келесі мысал әлеуметтік және қоғамдық қатынастар. Қоғамда ризашылық, мейірімділік пен қолдау атмосферасын құруға көмектеседі. Сіз жай ғана адам емес, расында да тәрбиелі адам екеніңізді білдіреді. Сондықтан алғыс айту ол әлеуметтік байланыстарды нығайтады және үйлесімді өзара әрекеттесуге ықпал етеді. Шынайы өмір оқиғасын жайлы айтатын болсақ, бір шағын қауымдастықта тұрғындар жыл сайын алғыс айту күнін ұйымдастыруды ұйғарды. Онда олар көршілеріне көмектері мен қолдаулар үшін алғыстарын білдірді. Бұл шара қоғамды бірлік пен өзара көмек сезім нығайтып отырып дәстүрге айналды. Бүгінде алғыс айту күні деген әргі күнге шейін қолданып келеді. Ғаламторда алғыс күні қай күн деп сұрақ қойсаңыздар, сіздерге шыға келеді. Мен қазір нақты есімде жоқ ол қай күн екенін. Бірақ әйтеуір сол күні ата-аналарымыз, болмаса жақындарымыз бір-бірімізге алғыс айту күні деген енді мынандай бір сурет жіберіп, алғыс айтып, бір-бірін құттықтаған күндер болатын. Енді шүкірлікті қалай дамытуға болады алғыс айтуды? Алғыс айтудың маңыздылығын талқылаған соң, оны қалай дамыту керектігі туралы сөйлесу деп маңызды деп ойлаймын. Біріншіден алғыс күнделікті жүргізіңіз.
күн сайын ризашылық білдіретін бірнеше нәрсені жазыңыз. Бұл жағымды ауа райы, немесе дәмді кешкі ас сияқты қарапайым нәрсе, немесе достардың қолдауы сияқты мағыналы нәрсе болуы мүмкін. Екіншіден, басқаларға ризашылық білдіру. Өміріңіздегі адамдарға үнемі рахмет айтыңыз. Бұл сіздің көмегіңіз үшін қарапайым рахмет немесе шынайы алғыс айтып болу, енді хат болуы мүмкін. Кей кезде әйеліме бұл сөзді айтып тұрам. Біздің бір қызымыз бар, ұлымыз бар. Біздің осындай керемет балаларыңыз үшін рахмет деп айтам да. Рас айтасың ба деп кей кезде таңғалады. Кешкі ас ішіп отқан кезде деп, қандай керемет деп алғыс айтқан кезде рас па деп сондай қуанышты болып қалады да. Сіздер де әйелдеріңізге, балаларыңызға да рахмет айтыңыз. Бұл жай ғана міндет емес. Қыздарыңыз енді үйде қыздарыңыз болса, үй жинап бір нәрсе көмектескен болса, алғыс айтыңыз. Балаларыңыз бір нәрсе жүк көтерісіп, бір нәрсе көмектескен үшін алғыс білдіріңіз. Бұл тәрбиенің бір түрі болып көрінеді. Үшіншіден, позитивті нәрсеге назар аударыңыз. Кішкентай болып көрінсе де, өміріңіздегі жағымды сәттерді байқап, бағалауға тырысыңыз. Бұл сізге позитивті ой шеңберіне енуге көмектеседі. Төртіншіден, зейінділікке жаттықтыру. Дұға және зейін бізге қазіргі уақытта көбірек қатысуға және бізде бар нәрсені бағалауға көмектеседі. Құдайға күнделікті алғыс айтсақ, бір-бірімізге ол дұрыс, бірақ Құдайға шүкірлік етсекші. Бұл сіздің Құдаймен қарым-қатынасыңыздың белгісі болады. Таңертең тұрып, жаратушы, осындай жаңа күн. Кей кезде ауа райы нашар болады. Бірақ жаңа күн көргенім үшін, еңбек ете алғаным үшін, жалғыз емес екенім үшін, алғыс айтатын айналаңыздағы туыстарыңызға, жақындарыңызға қаншалықты көп екенін ойлаған кезде Құдайға одан да көп алғыс айту мүмкіншілік бар. Оның бізге деген махаббаты сондай керемет. Ол әрдайым бізге қамқор болғысы келеді. Әр ата-ана баласына қамқор болғысы келеді ғой. Баласының жанына енді киіндіріп, оған көмек бергісі келеді. Бала есе ата-анасынан алыстайды, өз бетімен жүреді. Сол секілді біз де бүгін Құдайдан жиі алыстап кетеміз. Құдай жайлы ұмытпайық, ол біздің жаратушымыз. Сондықтан әрдайым оған алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Алғыс бұл өзімізді бақытты және қанағаттанған сезінуге, қарым-қатынасымызды нығайтуға және айналамызда жағымды атмосфера құруға көмектесетін күшті құрал. Алғыс айтуды үйреніңіз достар. Сонда сіз оның өміріңізді жақсы жаққа өзгеретінін байқайсыз. Бүгін бізбен бірге болғаныңызға рахмет айтамыз. Алғыс білдіреміз достар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Ол бізге үлкен көмек болады. Комментарий жазыңыздар, лайкты басуға ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде біз тағы бір маңызды моральдық тақырыпты талқылаймыз достар. Біздің подкасттар ұнаса, басқа достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Біз де және басқа әлеуметтік желілерде бармыз. TikTok, Instagramда, Telegramда бармыз. Осы бейнежазбаның бетінде де астында да WhatsApp нөміріміз бар достар. Соған хабарласып бізге жазсаңыздар болады. Мүмкін қосымша ақпарат керек шығар. Мүмкін бір қызықтырып жүрген тақырыптар бар шығар. Біз сол тақырыпты жақсылап дайындалып сізге жеткізуге тырысамыз. Мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмау үшін хабардар болыңыз. Ол оң жағыңызда қоңырауды басып қойыңыз. Жаңа подкасттарымыз шыққан сайын сіздерге естелік салып отырады. Келесі жолға дейін сау саламат болыңыздар. Жаратушы сіздерге өзіне ерекше батасын берсін.